Мен қазір короне 235 теңге носокты алдым. Мохито түрінет. Бірақ мыналарға бізге басқа сок ұнайды. Бірақ маған осы ұнайды, сол үшін мен осыны алдым. Және мен 130 теңгеге осындай роллтын алдым. Обычныйын алдым. Зачем андай классический алу, да? Осындай алдым. Қараңыздар, менде тек қана осындай ғана заттар бар. Бұл екеуін мен тек мынаға обедке. Мынау, короче, барлығына. Кстати, йогурт алам қазір. Мына жақта есептеп жатыр, қанша болады қанан. Мен қазір мына жақта йогурттар алам. Таңдаймын, короче, дәмін. Потом соны сатып алам. Мен қазір таңғы асымның ішінде жатырмын. Мен, короче, барымды жеуді түсірім болып кетіппін. Және мен оны туыстарыма да болып бердім. Үлкен болды. Мынандай ғой, енді жалғыз өзім жемейтін шығармын. Сосын мен роллтында дайындап қойдым. Енді қазір мен йогурт жеймін. Потом сок бар мында. Мынау песок. Обедті де істеймін. Таңғы асты да, обедті де бірге қосып жіберіп жатырмын деп па. Бірге қосқан жоқпын. Мен қазір обедті примерно 20-30 минуттан кейін ішемін. Достар, мен сок құйып алдым осы сокты. Шешін бә? Үшін айтайын ба? Ол кәдімгі мохитоға білесің ба? Дәм мохитоға кәдімгі. Мохито емес. Мен ананасын бітірдім. Мен құйып алдым қайттан. Жаңа просто Арсенге бердім. Қасағында береміз де соған екен. Типа жүз қасы керек. Шын бәне. Ой. Мен бірттайым, потом йогурт жеймін. Вот, мен енді қазір йогурт жеймін. Мен бірінші рет челлендж, нет, екінші рет челлендж түсірейін деп тұрып тұрмын. Осылайынан өзім түрімді көрсетіп былай. Түрімді дегенде түсірген жоқпын. Бүйтіп тамақтар алып түсірген жоқпын негізі. Алдында челлендж қағаз таңда деген түсірдім, бірақ мына челлендж маған больше қызық болды. Жейміз қазір. Достар, мен әлі өзімнің йогуртын жеген жоқпын деп болған жоқпын, то есть. Бұл менің түскі асым. Мына жақта мынау жатыр ғой, мынау. Енді мен қазір түскі ас ішіп жатырмын. Маған приятного аппетита.